Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағымызда сендерге сұрақ қойғым келіп тұр балалар. Бақыт деген не? Кім жауап береді? Кәне? Айта ғой. Бақыт деген ата-ананың аман болуы. Бақыт деген достарыңмен мәңгі бірге болу. Бақыт деген бауырлармен бірге болғаның. Бақыт деген бейбіт өмір сүргенің. Бақыт деген ата-әженің еркелеп жүргенін. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бақыт деген сендердің бала күндерің екен, ә? Ендеше осы балалық шақта ойнаңдар, күліңдер, биікке самғаңдар, ән шырқаңдар. Бақыт жайлы менің мынау білгенім. Бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытсыз еді түндері. Бақыт іздеп азаптанса кімде-кім. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген әр күндерде бір арман. Сол арманым шыққан жері болмаса. Ал мен үшін мен ықысты күндерім. Өмірде бақыт іздеп жүргенім. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытында басқасында білмеуің. Бақытсыз-ақ ойнап күлгенің.